Ағаш алып бара жатсаң шығын. Ағаш бұтау пайдасы жоқ істерді тастап, бақытты ғұмыр кешуге бет бұрғаныңызды білдіреді. Ағаш жақсаң зиянға батасың. Ағаш жарып жүрсең қуаныш. Ағаш кесе, түсте көрген ағаш кесе қолынан қайырлы іс келетін адамға жорылады. Ағаш кессең жақыныңды жоғалтуың мүмкін. Ағаш сатып алып жүрсең өсекке қаласың. Ағаш тасып жүру байлыққа кезігеді. Ағаш ұстасы халықтың қамын ойлайтын, шындықпен ақиқатты ұстанатын адамның белгісі. Үлкен қызметтегі кісіні ағаш ұстасы ретінде көру, жуырда қызметінің өсетіндігін, саудагер болса саудасының жүретіндігін, немесе айлығының көбейетіндігін. Ағаш үй, түсіңізде ағаш үй көрсеңіз, және ол үй жаңа болса, түсінігі мол абзал жанмен отбасы құратыныңызды білдіреді. Ал ескі үй болса, аурудың белгісі немесе науқасыңыздың одан сайын күшейетініне жорылады. Ағаш белгісіз ағаш ашу мен ызаны білдіреді. Лимон сияқты ағаштарды көру сырт дүниесі мен ішкі дүниесінің әдемілігін, білімі мен амалының барын. Жапырағы жоқ ағаш көру уайым мен қуаныш. Жапырағы бар ағаш көру ұзақ өмір, дәулет. Ағаштың үстінде жатқанын көрсе, бала-шағасы көп болады. Ағаштың үстінде тұрса, қорқынышынан құтылады. Кімде-кім түсінде ағаш ексе және ол ағаш көктей бастаса, ол адам үйленеді. Ал жемісі жоқ ағаштар қадірсіз, дүние мүлкі жоқ адамды білдіреді. Өз бақшасына ағаш отырғызған адамның көп перзенті болады, және олардың өмірі сол ағаштардың ұзынды, қысқалығындай болады. Халықпен бірге ағаштың көлеңкесінде отырғанын көрсе, түс көрген адамның Құран және сүннетке ұйғаны үшін Алланың разылығын алатынын білдіреді. Ағаштың бұтақтары бауырмен туған туыстарды білдіреді. Бір ағаштың бұтақтары көгеріп көбейгенін көру, бауыр мен туыстарының көбейетініне жорылады. Ал азаятын болса, олардың да азаятынын білдіреді. Біреудің ағашын кессе, үйінен біреу ұзаққа кетеді. Бір ағаштың бұтағының қурап қалуы, туыстарынан біреуінің өлетінін білдіреді. Егер ол ағаш біреудікі болса, сол адамның туыстарынан біреу өледі. Егер түсінде біреудің бұтақ беріп жатқанын көрсе, ол адам балаларының малынан пайдаланатынын білдіреді. Ағаштың астынан жапырақ жинап жүргенін көрсе, болашақта мал-мүлікті болады деп жорылады. Ағаштан жеміс жинап жүру ұрпақтың, ал әр түрлі жеміс жинап жүру рахат өмір мен ұзақ ғұмырдың белгісі.